Кефир ішіп, ішекті тазалайтын болсаңыз, барлық шлактан, улы заттан құтыласыз. Иммунитетіңіз көтеріліп, шаршауыңыз басылады. Оның құрамындағы кальций аскорбин қышқылы, В тобындағы дәрумендер жалпы денсаулығыңыз жақсартып, бойыңызға қуат береді. Артық салмақтан арылтады. Асқазан ішек жолдарының жұмысын реттеп, жүректі аурудан сақтайды. Тазалану кезінде іштің кебуі, тәбеттің болмауы, іштің қатуы, аллергияның мазалауы сынды жайсыздықтар орын алмайды. Ал енді ескере кетсек, кефир мен айранды шатастырып алмаңыздар. Кәдімгі дүкендегі кефирді алыңыздар. Кефирді ем ретінде іше бастасаңыз, қатаң талап қоя біліңіз. Тәулігіне міндетті түрде 1 литр кефир ішуге әдеттеніңіз. Ал ішекті тазалау кезінде тек табиғи қонарлы тағамдарды тұтыныңыз. Гимнастикамен айналысыңыз, физикалық жеңіл жаттығулар жасаңыз. Тазалану уақыты біткен соң да 7 күнге дейін дұрыс тамақтану ережесін сақтаңыз. Қосымша қайнаған немесе газсыз су ішуге болады. Сонымен қатар майсыз ет, жарма, көкөністер мен жемістер жеңіз. Ал тәтті өнімдерді, алкогольді, сусындарды, қорылған тағамдарды шектеңіз. Ендеше ішектегі шлакты кефир ішіп тазалауды бастайтын болсаңыз, мына әдеттерге назар аударыңыз. Кефир мен алма шырыны. Бұл тәттіден үзілді-кесілді бас тарта алмайтындарға арналады. Шырын ағзаңыздағы қажетті тәттімен қамтамасыз етеді. Сондықтан да осы әдісті қолданыңыз. Таңертең 3 шыны кефир ішіңіз, түсте 500 мг шырын ішіңіз. Ал кешке тағы да 3 шыны кефир ішіңіз. Тазалану мерзімі 2 тәулік. Кефир мен зығыр ұны. Зығыр артық салмақтан арылтатын керемет азық әрі асқазан жолдарының жұмысын реттейді. Ал зығырдың дәні майы немесе ұны ішекке өте пайдалы. Ішті жүргізіп, жұмысын жеңілдетеді. Егер кефирге араластырып қолданатын болсаңыз, онда ішекті толық шлактан тазалап, саулығын жақсартады. Ол үшін 1 стакан кефирге 50 грамм зығыр ұнын араластырып ішіңіз. 30 минуттан соң тағы да ішесіз. Емделу мерзімі 1 күн. Емдік қасиеті мол сұйықтықты ішкен соң 4 сағаттан кейін-ақ керемет нәтиже көресіз. Кефир мен қарақұмық. Бұл әдісті көбінесе артық салмақтан арылғысы келетіндер кеңінен қолданады. Кефир қарақұмық қосып ішсеңіз, ішекті шлактан тазалайды. Асқазан, ас қорыту жолдарын жуады. Емдік қоспаны дайындау үшін қарақұмықты қайнатасыз. Піскен соң кефирмен араластырыңыз. Ботқаға тұз бен шекер қосуға болмайды. Ботқаны таңертеңгі асқа және кешкі ұйқыға жатардан 1 сағат бұрын жейсіз. Емделу мерзімі 2 апта. Осы уақыт өткен соң артық салмақтан арыласыз. Өзіңізді жақсы сезінесіз, әрі үлкен дәрет уақыты қалыпқа келеді. Кефир мен қызылша. Бұл екеуі шлактан тазалайды. Ойыңызға сергектік сыйлайды. Егер сымбатыңыздың сымдай тартылғанын, ажарыңыздың әдемі болғанын қаласаңыз, онда кефир мен қызылшаның көмегіне жүгініңіз. Таңертең 100 грамм қайнатылған қызылша мен 1 стакан кефир ішіңіз. Түскі және кешкі асқа да 100 грамм қызылша мен 200 грамм кефир ішесіз. Емделу мерзімі 1 күн. Ертеңіне көкөністен дайындалған қайнатпа сорпа ішу керек. Кефир мен кебек. Бұл тері ауруларына шалдыққан, іш қату мазалайтын, семіздікке шалдыққан жандарға арналады. Емдік қоспаны түнде дайындап қою керек. Ол үшін 2 литрлік банкіге 200 грамм кебекті саласыз. Үстіне кефир құйып тоңазытқышқа қойыңыз. Таңертең қоспаны теңдей етіп 3-ке бөліп таңертең түске және кешке ішіңіз. Кефир және зәйтүн майы. Енді күніне 2 рет, яғни таңертең және кешке қабылдау керек. 1 шай қасық зығыр майын ішіп, артынан 2 стакан кефир ішіңіз. Бұл әдіс іш қатуды болдырмайды. Іштің кебуін, желденуін емдейді, әрі артық салмақтан арылтады. Емделу уақыты 2 тәулік. Осы уақыт өткен соң ішек толықтай шлактан, улы заттан тазаланады. Тазалану кезінде күніне 2 литрден кем су ішпеңіз. Қою демделген шай мен кофе ішіңіз. Майсыз ет пен балық жеңіз. Қайнатылған немесе бұқтырылған тағамдарды жеңіз. Алкогольді,
және газды суды шектеңіз. Тәтті мен балмұздақты ұмытыңыз. Фастфудты ешқашан жемеңіз. Тазалану әдісін 2 айда 1 рет жүргізу керек. Егер тазалану кезінде қандайда бір ауыртпалықты сезінсеңіз, бауырыңыз ауырса, тазалану әдісін кейінге қалдырып, терапевт дәрігердің кеңесін алыңыз. Ал енді құрметті көрермендерім, егер де сіздерге осы видео ұнаса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Әрқашан дендеріңіз сау болсын.